Коралловый суды қалай пайдаланамыз? Әдеттегідей фильтрдан алған жақсы. Желательно фильтрден алынған суға 1,5 литрға положено коралловый саше, міне карманный фильтр, бір пачкаде 13 штук болады. Міне осыны алып жыртпай осылай саласыздар. 5 минуттан кейін уже іше беруге болады. Бұл суды жұмсартады, минералдандырады. 73 минералы бар құрамында. Организмдегі суда еритін шлак токсиндердің барлығын шығарады. Осылай пайдаланамыз. Күніне 1 кило салмаққа 30 мл расчет ішілу керек. Күніне 1,5 литр ішіп отырасыздар. Тамаққа дейін жарты сағат до еды, после еды жарты сағаттан кейін, яғни тамақпен араластырмайсыздар. Бұл слабочелочная вода. Организмді тазалайды, қышқылды ортаны қалыпқа келтіреді, pH нормасын қалыпқа келтіреді. Құрамында барлық минералдар бар. Окинава аралында өндірілетін коралл сангыдан алынады. Бұл жоғары технологиямен бізге беріп отыр. Міне карманный фильтр өте пайдалы, ағзаға пайдалы. Күнделікті осы суды ішіп жүрсеңіздер, денсаулығыңыз жақсарады. Использованный сашені, қалған сашені лақтырмай құрғақ сухой банкіге жинап салып қоя беріңіздер. Тағы да 2-3-ден салып пайдаланып ішіп тастауға болады, гүлге құюға болады. Любой ран, ожог, ушиб болса, болады, соларға қолданасыз, тіс ауырғанда қолданасыз. Пайдасы өте көп. Сондықтан лақтырмай алып қойыңыздар.